текст көшіріп жатырмын. Алматыдағы Әуезов театрында жаңа спектакльдің тексті, рөлімді дайындап, режиссер берген мақсаттары бойынша біраз жұмыс істеп, бос уақытта не істеймін енді? Жалпы адамда бос уақыт болмау керек. Адам, ер жігіт әсіресе өзін сондай зона комфортын шығарып бір тығырыққа тіреу керек. Бос уақыт болмау керек. Бос уақыт болса бірден жаман ой келеді, өсек айтасың, жаман ойлайсың, харам тірліктерге барасың. Оның барлығын шектеу үшін адам өзін әрдайым осындай жұмыспен бір жүктеп тұру керек. Сонда қолың тимейді. И оның барлығы өзіңнің өсуіңе пайдалы. Қазір мына рөлдердің барлығын көшіріп аламын. Одан кейін әрқайсының астын сызып жұмыс істеймін. Сонда өзіме ыңғайлы болады. Көшірген сайын сенің жалпы қолыңмен, денеңмен, болмысыңмен рөл саған қарай сіңеді. Осындай жұмыс, работа актера над собой деген осы.